Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Сіздермен бір оқиғаны бөліскім келіп отыр. Мынау ертеде кеңес үкіметінің келіп жатқан тұсында болса керек. Қазіргі Қаратаудың баурайындағы Абай ауылында болған оқиға екен. Бір бай өмір сүріпті. Оның мыңғырған малы және сол ауылда атағы шыққан екі мықты төбеті болған екен. Бір күні бай үйіне ашуланып келіп, төрдегі мылтығымен әлгі төбетін атып тастайды. Тағы да оқтап екіншісін атқалы жатқанда әйелі бала-шағасы ара түсіп, әйтеуір аман алып қалады екінші төбетті. Сондағы байдың ашуына тиген оқиға былай болған екен. Сол күні бай өрісте өзінің малдарын бағып жүрген кезде, оларға қарай бір ұйтқып келе жатқан шаңды байқайды. Оны байқаған бойда әлгі екі төбеті қаңсылап аттың бауырына тығылып қалады екен. Бай не болды екен деп түсінбей қараса, жаңағы шаңның арасында өздеріне ұйтқып келе жатқан бір қасқыр екен, көкжал. Оны көрген иттері қаңсылап аттың астынан шықпай қояды. Содан әлгі қасқыр өздеріне тіке келіп, бірақ тиіспей жандарынан жан ұшырып, қашып өтіп кетеді. Сөйтсе оны артынан бір дүрек тазы қуып келе жатыр екен. Дүрек дегеніміз жаңағы төбет пен таз иттің қосындысынан туылатын тұқымды айтады екен. Жаңағы аттың бауырында тығылып жатқан екі төбеті көкжалдан қорқып тығылғанымен, артында келе жатқан жаңағы тазыға жабылып екеуі шайнап өлтіреді сол жерде. Жаңа байдың арашасына да пысқырмайды. Міне соған бай ашуланып, әлгі төбеттерін өлтіруге шешім қабылдаған екен. Бұл жерде не айтқым келді? Мынау іштен шыққан жау жаман дейді. Мынау елімізде де не деген ит құсқа, не деген қорқауларға қарсы тұратын дүректеріміз бар, батырларымыз. Бірақ соларды ішіміздегі иттерге талатып қойып қарап отырамыз. Ал қорқаулар малымызды да, жанымызды да талап жатыр.